Бірде шағын қалашықта нөсер жаңбыр бірнеше күн жауады. Айнала төңірек көлшіктерге ал топырақ балшық айналып, адамдардан база кете бастайды. Көшеде кездескен барлық тұрғынның қабағы қатулы, жүздері әбір-жүлді еді. Тек қалашықтың шетінде тұратын қарапайым қария ғана жайдарлы қалпын жоғалтпайды. Қашан көрсең күлімсіреп, қуанып жүргені. Барлық адам оның бұл қылығын есуастыққа балады. Тіпті қарияның бақытты жүзі кейбір адамдардың ашу-ызасын туғызды. Ақыры шыдай алмаған жас жігіт қарттан: «Осындай қолайсыз ауа райында несіне мәз болып жүрсіз?» деп сұрайды. Қария күлімсірей түсіп: «Балам, жан-жағыңа қарашы, не көріп тұрсың?» деп жігіттің өзіне сұрақ қояды. «Не көріп тұрғаны несі? Түнерген бұлт, шалшық су, толассыз жауған жаңбыр. Басқа не көруге болады?» дейді жігіт қабағы шытылып. Сонда қария: «Ал мен болсам, жаңбыр тамшыларының арасынан таза ауаны, бұлт арасынан көк аспанды, шалшықтардың арасынан қара жерді көріп тұрмын. Жаңбыр қойып, күн шыққанда кемпір қосақты да тамашалайтын боламын. Адам не көргісі келсе, соны көреді. Қалай өмір сүргісі келсе, солай өмір сүреді балам», деп бұрылып кете барыпты.